орыс тілі халықаралық қатынас тілі ретінде қазақ тілімен тең дәрежеде қолданылады деген пункт қосылды. Біздің қазақтың соры осы болды. Сол үшін мынаны киіп алдым. Міне қазақша сөйле деп. Кітапқа деген құштарлықты оятқан. Қаныш атамыздың жасаған қазақ халқына деген қаншама тірліктерін көріп, мен ұялып кеттім. Жақсы адам қартайса, қазына болады. Жаман адам қартайса, қазымыр болады дейді. Не істейтінімізді айтайық. Не істейміз, не істейміз. айтайық. Бұлардың барлығы жастанып жатып оқитын, және зердемізге тоқитын құнды кітаптар. Тыңдарман жақсы болса, айтушы дана болады. Өмірге қайтып келмейміз ғой. Осындай құймағұлақ балалар қасымызда отырсын деп, әдейі жинап отырсын. Пайымы терең, парасаты биік, орта бізді тыңдайды деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, көзі қарақты көрермен. Құдай қаласа сіздердің алдарыңызда үлкен бір іске белімізді буып, Құдай қаласа бастап жатырмыз. Жалпы кейінгі кезде, жалпы әлеуметтік желіде болсын, көп шаршап жүргендеріңізді білеміз. Жалпы дұрыс сөз айтылса, сіздер де дұрыс нәрсені тыңдайсыздар. Кейінгі кезде дұрыс сөздің де айтылуы қиындап кетті. Белден төмен жағдайлар болып жатыр, не бір коучтар болып жатыр енді, оны мен айтпай-ақ білесіздер. Біз дұрыс жағына келейік деп өткенде Инстаграмда кішкене ғана бір үзінді салған кезде сіздердің қызығушылықтарыңызды, сіздердің дұрыс сөз айтса, оған еретіндеріңізді көріп, біздің құштарлығымыз өте қатты оянды. Сол күннен бастап біз іске кірісіп кеттік. Ол ағамызбен жиі қарым-қатынаста болып сөйлесіп жүрдік. Ол ағамыз бізге кітап берді. Сол кітапты оқып отырып, біз керемет өзімізге рух алдық. Сондықтан да осы бағдарламаны бастадық, Құдай қаласа. Енді сәттілік тілеп қойыңыздар. Жалпы қазақта сөйлей беретін адам көп. Ал сөйлей білетін адам өте аз. Соның ішінде мен өзім сөйлей білетін адам деп сол ағамызды сіздердің қызығушылықтарыңыздан мен де қатты қызығушылығым оянып, сол ағамызды арнайы шақырып отырмын. Ол ағамыз ылғи осы менің қасымда, осы біздің бүгінгі ой қана кереметтей бүгінгі YouTube арнамызда менің қасымда спикер болады. Сіздермен көптеген сіздердің де кітапқа деген құлшыныстарыңызды сіздермен бірге менің де құлшынысымды арттыру үшін арнайы осы бағдарламаны бастадық. Олай болса алдарыңызда бүгінгі біздің қонағымыз демейміз, осы үйдің, осы ойхананың басшысы десек те болады. Ортада Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы ақпарат саласының үздігі, Қазақстан ұлттық және хабар агенттігінің меншікті тілшісі болып жұмыс жасады бұл кісі. Қазақ радиосын басқарған танымал журналист. Сонымен қатар 35 жыл қазақы тойлардың иінін қандырып әйгілі асаба, бүгінде сөз ұстаған талантты тамадалардың ұстазы. Соның ішінде менің де ұстазым Серік Әбдуәлі алдарыңызда. Ал, Сәке, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Қош көрдік. Өзіңіздің шаңырағыңызға. Қош көрдік. Бісміллә, сөздің басы, сәлем сөздің атасы дейді ғой. Алдымен көз қарақты көрермен, кәдімгі санасының сәулесі бар, игі жақсылармен аузымызды бағып отырған аудиториямен амандасып алайық. Армысыздар, күйлі қуатты бармысыздар. Ал мынау бастап отырған қадамымыз сәтті, еңбегіміз рәтті болсын. Мына шығыстың ғұламалары айтқан екен, 1000 шақырымдық жол алғашқы қадамнан басталады деп. Сондықтан осы қадамымызға сәттілік тілей отырып, аттай қалап арнайы шақырған сіздерге алғыс айтып қояйын. Рахмет, Сәке. Енді бұл жерде көріп отырсыз ғой, барлығы қарапайым. Біз оны кәдімгі жаңағы Есентай молдың үстіне шақырып, болмаса бір Көктөбенің үстіне өңшең байлар жүретін жерге шақырып жатқан жоқпыз. Көріп отырсыз, барлығы қарапайым. Өзімнің балалық шағымдағы мынау кілем, мына сандықты көріп отырсыз, кәдімгі этажерка, мынау этажерка дейік қой, сөре кітап қоятын, анау кәдімгі шам, мынау май шам, барлығы қарапайым болсын деп барынша осындай қарапайым қылып жасадық. Мына бүгінгі біздің отырған студиямызды. Ылғи осы студияда, Құдай қаласа, сіздің әдемі тәтті сөздеріңізді тыңдап отырамыз. Құдай қаласа. Бәрекелді. Дәуренжан өзі көзіңе жорта мақтаған емес, кәдімгі бесігі баладан, есігі қонақтан босамайтын, төрі мейманға толып отыратын, бесігін қыдыр тербеткен берекелі шаңырақтың иесісің. Мынау енді осы бір отауды, тап осы бір тамаша хабар болсын. Және келген адам емін еркін сезінсін. Мынау қанаты қалықтап, шабыты шарықтап, тілдің майын тамызып, сөздің сөлін ағызып, елге берер пайдасы мол, пайымды әңгіме айтсын деп шақырып отырсыңдар. Рахмет. Шында да адамның жанына жақын ғой. Мына жасанды нәрсе адамды жалықтырады. Қазір мысалы қазақта не көп, той, томалақ, ойын, сауық көп. Сондағы арзан сөзден, маржан сөз емес, арзан сөзден, одан кейін тәуір сөзден емес, әбден жауыр сөзден, құлағы жауыр болған ел, шынын айтқанда, мынау көзі ашық, көкірегі ояу адамдардан мәні бар, дәмі бар, нәрлі сөзді күтеді.
мына осы отаудың да мен айтайын деп отырғаным, бұл адамның қазақтың болмыс бітіміне жақын. Біздің қазақ айтады, қара қазан сары бала қам үшін дейді. Мінекей қазаны самауырны қайнап тұр, дастарханы жайнап тұр, бәрімізді осы отауға Құдайдың өзі айдап тұр. Ендеше Алла жағымыздан жаңылдырмасын, тілімізден сүріндірмесін. Әдемі әңгімемізді бастайық. Басталды Құдай қаласа. Енді жаңа Серік ағамыздың сөзінің арасында той туралы әңгіме болып кетті ғой. Енді той сезоны бітті. Құдай қаласа январь, февраль демаласыздар. Наурызда оразамыз басталады Құдай қаласа. 3 ай Құдай қаласа бізге кітап оқуға деген біздің құлшынысымыз Құдай қаласа арттырыңыз. Жалпы сіз өзіңіз кітапты қалай қызығушылықпен бастадыңыз? Мен сізді жалпы кітапхана дер едім, жалпы энциклопедия дер едім, жалпы. Енді сізді танитындар, сізді өткенде тыңдағандардың өзі қайта-қайта маған жазып жатыр. Дәурен жаршы, қалғанын салшы, жартысын салшы. Нағып салмай кеттің, нағып жоқ болып кетті деп. Сондықтан сізді арнайы көрерменнің сұранысы бойынша арнайы Серік аға қайта-қайта миыңызды жеп, түртпектеп осы бағдарламаны бастадық Құдай қаласа. Оны құдайшылығын айтқанда, осы шырайлы шымғала енді өзіміздің өскен өлкемізді де дәріптей кетейік. Алматымен тел өскен, Астанамен теңескен, айдарынан желескен шырайлы шымғалаға мені арқадан аттай қалап алдырып, дауысымыз жаңғырып, әрбір сөзді мәнді қып, айтатын сөзді дәмді қып, таңды таң құрып, талай тойда өздеріңізбен бірге жүрміз ғой. Ал енді ол той тек тойлау емес. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтқандай, той тойлайтын емес, ой ойлайтын кез келді деді ғой. Сондықтан қорғазындай салмақты ой болса, оны құйып алатын құймағұлақ болса, мінекей балалар отыр ғой, мынау асыл тастан, ақыл жастан дейді. Мынау байқап отырмын, балаларды арнайы шақырып отырсыз. Қазақ айтады, баланы жастан, әйелді бастан, ал үйді ірге тастан бастап мықтау керек та, бекемдеу керек. Сондықтан мынау балаларда өзі қамыс құлағын қайшылап, әдем әңгімеміз тыңдап отыр ғой. Жалпы сіз екеуміз сайрап, тіліміз сайрап тұрғанмен, сайраған тіл біздікі болғанмен сөз қазақтыңкі ғой. Ал атам қазақ баяғыдан айтқан өзі бала кезімізден жадымызда жатталып, санамызда сақталып қалған мына сөз жақсы көрем. Және осы отырысымыз соған сайма-сай кеп тұр. Қазақ айтады, кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы дейді. Мына шырақты да сіз бекер жаққан жоқсыз. Шам шырақтай жағылып, шырақтай жағылып, бұлақтай ағылып, пырақтай шабылып, біз шабытымыз келсе, жақсы әңгіме айтайық дедік. Жаңа кітапқа қызығушылық деп отырсыз. Ал енді сол ақыры осы кітаптан бастадық. Мысалы, айтып отырмыз ғой, кітап білім бұлағы деп. Біздің Дәурен бауырым екеуміз алдын ала келісіп пішкен тон келте болмайды деп кеңестік. Сондағы ойымыз бүгінгі қазір шынын айтқанда қазіргі буынның көбісі бәрі деуге болмайды, көпке топырақ шашуға болмайды. Көбісінің көркем әдебиетке деген құштарлығы төмен. Ал осындай айналайын белі әлі бекімеген, қабырғасы қатпаған қазақтың балаларын осы кітапқа қалай тартамыз? Мәселе осы да болып тұр ғой, Қайсар бауырым, дұрыс па? Сондықтан бала шақтан болашаққа басталатын қадам ең бірінші өзіміздің ұлттық құндылықтарды ұлықтаудан, қазақтың рухани қазынасынан қанып ішетін болу керек. Қазақтың қара өлеңінің қайнар көзінен қанып іштік өзіміз. Кішкентай кезімізде оқығанымыз ер тарғын, ойбай қарт қожағаны Ақжүністің артынан қуып баратыны, ол кезде Ақжүністің суреттелетіні, қара жерге қар жауар, қарды көр деп бетім көр, қар бетіне қан тамар, қанды көр де етім көр деп, ой, жаңағы осының бәрін оқып өстік. Кешегі Айман Шолпанды, Қозы Көрпешті, Қыз Жібек пен Төлегенді кішкентай кезімізден оқып өстік. Бұл кеңестер одағының кезінде. Ол кездегі идеологияны жақсы білесіздер. Бірақ сол кезде мүмкін ұстанған бағдарымыз бізге берілген тәлім тәрбие дұрыс болған шығар. Содан кітапқа қызығушылық басталды. Ал бүгінде осы сөніп қалды деуге болмайды. Бірте-бірте қазір бұл әдебиетке деген құштарлық, кітапқа деген құмарлық әсте-әсте өсіп келе жатыр. Мәселен, жасыратын жоқ, біздің де кітап оқымағанымызға біраз уақыт болып қалды. Күнде күйбең тіршілік. Сонда сананы тұрмыс билеп кеткен қазіргі қоғамда кітапқа деген құштарлықты оятқан, міне құдайшылығын айту керек. Мынау оятқан отбасы хрестоматиясы деген сериямен бірнеше кітаптарды, және жай ғана емес, мәселе санында емес, сапасында
өте санаңа салмақ болатын, мынау жаңағы санаңа сәуле түсіретін тамаша кітаптар шығарды. Міне өзіміз мына осыдан бастап оқыдық. Менің жанымдағы жігіттер өздерің де міне оқып болғаннан кейін сендердің де қызығушылықтарың оянсын деп, мына Дәуренжан, мына кітапты мен бірінші Қайсар ініме бердім. Қайсардан таласып, тармасып, қолына жармасып, өзің алып оқыдың. Мына Қаныш және ғылыми майданды. Бұның алдында жарық көрген 2023 жылдың соңы қараша айында басуға қол қойылған екен. 2024 жылы, яғни былтыр кең ауқымда тараған кітап бұл. Қолдан қолға тимеген. Әуел баста Құдай біледі деп айтайын, бұның таралымы 5000 данамен ғана шыққан екен. Сосын мына оқырмандардың ойбайлап жүріп сұрағаннан кейін бұл қосымша қанша мыңы тағы шықты. Әлде де жетпей жатыр шынын айтқанда. Мінекей осы Өзбекәлі және мәдени майданды оқыдым. Осыны оқып біткен кезімде Қаныш және ғылыми майдан шықты. Содан кейін қазір әлеуметтік желі көп. Одан кейін мына жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай қаптаған сайттар мен YouTube арналар бар. Осылардың бәрін тыңдап отырсаң, Instagram болсын, барлығын тыңдап отырсам, бұл отбасы хрестоматиясы бұған дейін де талай тамаша кітаптар шығарған екен да. Содан бастап біле бастадым. Сөйтсек, бісміллә деп бұлар әуел баста әлдиден эпосқа дейін дейді. Мен жаңа айтып отырмын ғой, бала шақтан болашаққа. Менің өзі айналайын рахымы шексіз Раббым Алла нәсіп қып, өзі ердің жасы 50-ден асып, 52-ге толған кезінде маңдай жарқырап жарық дүниеге алтын сақадай сәби деген ұл келді менің отбасымда. Осы баланы мен қазір мына кітапты басына жастап қойып, жастығының астына жастанып жатсын. Осыдан бастап мына тал бесіктен жер бесікке дейін дейді. Міне осы кітап кішкентай баланы, анау қазақ айтады ғой, айым күнім дегізген, бал мен қаймақ жегізген, тал бесікті тербетіп, ақ сүт беріп емізген айналайын анадан дейді. Қазір құдайшылығын айтқанда, сол тал бесікті тербетіп отырған аналардың көбісі бесік жырын айтам екен. Өзіміз кішкентай кезімізде небәрі жаңағы 5 сом тұратын бет, радио болатын үйге, арзымайтын ақша тұратын. Сол радио үйде, кез келген үйде радио нүктесі болатын. Тұр ма? Міне дәл өзі. Міне осы радио қазір әрбір үйде болатында, сол кезде күнде кешке әуе толқынында қазақ радиосы Ерден ағайдың ертегілерін бастаймыз дейді. Болды, жарғақ құлағымызды жабыстырып радиоға сол Ерден ағайдың ертегілерін тыңдап өстік. Міне баланың іргетасы осы кезден қаланады. Міне соны тура қалаған кірпіштей қып, қанттай қып жазып, бесік жырынан басталады. Мінекей кішкентай кезінен бесік жырынан бастап, одан ары қарай ертегілер, одан кейін тақпақтар бала кезде баланың санасына сай, жасына сәйкес келетін тақырыптарды қамтыған. Мысалы кезінде Чарльз Дарвиннің эволюциялық даму кестесін оқыдық қой, кезеңін. Сол сияқты баланың да өзі туы, өсуі, бірте-бірте қалыптасу кезеңі бар ғой. Соған сәйкес мінекей бесік жыры, тақпақтар, жеміс жидектер туралы, хайуанаттар, табиғат туралы, музыкалық аспаптар туралы, одан ары қарай санамақтар, жаңылтпаштар, жұмбақтар, сұрақ-жауаптар, ақ бата, қисса, сүл әнбия ары қарай кете береді. Батырлар жыры кәдімгі, одан кейін ғашықтық жырлар, соның бәрі Алпамыс батыр, Қобыланды батыр, Ертарғын, Қамбар батырлар, лира епостық жырлардың бәрі бар. Міне осы қазақы руханияттың қаймағы мен қайнарын бала кезден қанып ішкен ұрпақ ертең міне тап мына ұлтым жұртым дейтін Өзбекәлі, елім жерім дейтін Қаныш сияқты қазақтың бірегей тұлғалары болады. Мінекей кітаптың құндылығы осында. Дұрыс айтасыз. Енді мына Қанышты бердіңіз ғой, сіз оқы деп. Тарасып тармасып жаңа Қайсардан кейін мен алып оқыдым. Қаныш атамыздың жасаған қазақ халқына деген қаншама тірліктерін көріп, мен ұялып кеттім. Мен не істеп жүрмін? Жасым 30-дан асып кетті мысалы. Ең болмаса осы YouTube арқылы халықтың құштарлығын ашайын, Серік ағаммен бірге. Әлі өзімде құштарлығымды ашайын деп, Құдай қаласа осы тірлікті бастадық енді, Алла бұйыртса. Бұл да елге деген қызмет шығар деп ойлаймын сәке. Өте дұрыс. Негізі сен менің өзім осы тұрғанда тістейін десем шынтағым жетпейді аузыма. Бармағым шайнап, санымды сабалап отырған қазақтың бірі 30 деген сөздің түбірі от қой. Сендердің әлі от болып отырғандарың, сенің замандастарың, құрдастарың, өзі әуел бастан өзі YouTube арнаңның аты құрдастар деп аталады ғой. Ал сіз бен біздер енді заман құрдаспыз. Енді айтайын дегенім, міне сендер 30, ал мен қазір 50-дің 3-іне келіп отырмын осы аптада.
Осы аптада 50-дің үшіне келіп отырмын. Қап, Құдай-ай, мыналарды мен неге бұдан бұрын оқымадым? Осы сағиға дейінгі балаларымды тап осы ұлттық бағыт бағдарымен неге тәрбиелемедім деп осы тұрғанда өкініп жүрмін. Шынын айтқанда. Ал енді жаңа айтып отырмыз. Мына айтпақшы көркем әдебиет, мынау одан кейін өте құнды тарихи деректер мен дәйектерге негізделіп жазылған кітаптар өз алдына көркем әдебиет адамның жүрек көзін ашады. Ал мына рухани құндылар санасына сәуле түсіреді. Сондықтан айтайын дегенім, күні кеше ғана осы орайда тілге тиек еткім келіп отыр. Күні кеше ғана мынау қалыңдығы кірпіштей алтын орда атты жаңа еңбек жарық көрді. Бұл күні кеше ғана бақилық болған, фәниден бақиға озған қазақтың мүйізі қарағайдай қаламгер көзі тірі классик еді Мұхтар Мағауиннің кітабы. Бір ғажабы қараңызшы, Құдайдың құдіреті мен Алланың шеберлігінде шек жоқ қой. Басуға бұл желтоқсан айының 6-сында қол қойылған екен да, 24-ші жылы. Күні кеше ғой, қазір қаңтар айының ортасындамыз. Міне 24-ші жылы басылған екен да, қаңтар айында мына жаңа кітап жарыққа шыққан кезде Мұхтар Мағауин жарық дүниемен қош айтысып, фәниден бақиға озды. Марқұмның жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын, Алланың нұры құйылсын, жәннаттан жай бұйылсын деп тілейміз. Енді менің осы жерде тағы бір айтқым келіп отырған. Жалпы дәке келісіп алайық, Қайсар бауырым, айналайын Болатжан. Бүгінгі әңгіме бізде жалпы сипаттама болады. Жалпы Кіріспе. Әрбір кітаптың кіріспесі болады. Режиссер інім жақсы біледі. Сахналық туындыларда да әуелі кіріспесі болады. Сосын негізгі бөлімі болады. Одан кейін шарықтау шегі болады. Одан шарықтау шегі деген бұл кульминация. Шарықтау шегінен кейін шешімі болады. Развязка деп оқытатын. Біз енді өзім арман қуып Алматыға барып, сол Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің журналистика факультетінде оқыдық. Кәдімгі Қарасудан қаймақ ескен қазақтың ғұлама ғалымының бірі Зейнолла Қабдоловтан әдебиет теориясынан дәріс тыңдадық. Ал Зейнолла Қабдолов әдебиеттің әулиесі Әуезовтің шәкірті ғой. Осындай академиктерден Таумын Салықбайұлы Амандосовтан, Темірбек Қожекеевтен, Марат Барманқұлов сияқты кәдімгі ғұлама ғалымдардан, бірегей тұлғалардан дәріс алдық. Ал енді алу бар да, беру бар ғой енді. Қарыз алсаң да қайтарасың. Сол сияқты біздің көрген білгенімізді, көңілге түйгенімізді өзімізден кейінгі ізбасар інілерге, жас буын ұрпаққа айтпасақ, түсіндірмесек, ол біздің адами борыштың алдындағы және адами аманаттың алдындағы қиянат деп есептеймін өз басым. Енді айтқым келгені, осы Мұхтар Мағауин дүниеден озғанда бүкіл әлеуметтік желілерде, сіздер енді жастар әлеуметтік желіге өте көбірек көз салып тұрасыздар, белсендісіздер ғой енді. Мынау қалай? Үшінші мүшеміз болып қалды ғой қазір телефон. Дұрыс айтасыз. Өзі жан бастап жатасыз. Міне сол Мағауиннің қазасы нені ұқтырды деген жазба жарық көріпті. Оқыдыңыздар ғой? Оқыдым, Мұхаммед. Айтпақшы, сіз жібердіңіз ғой маған. Мынау от ауызды орақ тілді шешен, сөздің шебері, аузымен құс түстеген ақын, кәдімгі айтыстың ақберені Мұхамеджан Тазабеков былай деп жазыпты. Осы сөз Хакім Абай айтпақшы, жүректен шықпаса жүрекке жетпейді дейді ғой. Бұл жүрекке тиді кәдімгі. Ондыққа тиді. Анау құралайды көзге атқан, сүрмерген атқандай болды. Сонда былай деп жазыпты. Ұлы адамдарды ұлық Алла ұлығып жаратады. Жақсы ма, жаман ба, ғалым ба, залым ба, зиялы ма, зиянды ма, ұлы адам бәрібір тарихта ұлы боп қала береді деп. Не деген сөз? Ірілердің ірі боп, мықтылардың мықты боп қалуының ең бірінші себебі мақсатына адал боп, принципінен қайтпауында. Біздің жақсы болсақ та, жаман болсақ та, ұсақ болуымыздың, көп нәрсе тындыра алмауымыздың ең үлкен себебі мақсатымыз айқын емес. Принциптерімізден де сәт сайын тайқып кетуімізде. Мағауин атамыз кеше де, бүгін де мақсатын белгілеп алған соң принципінен бір тайған жоқ. Табанының бір бартылға ғой енді. Біз де сондай болсақ, біраз жерге барар едік дейді. Атамыз өз шындығымен өмір сүрді, жастау кезінде қазақты сүйген шығар, кейін бізден бас тартты. Біразымыздан жиіркенді, қазақтың жазушысы емес, әлемнің ойшылы екенін түсінді.
қазақтың ұлысы емес, адамзаттың ірісі екеніне сенді дейді. Ақырында бізге 3 талақ айтып, қайырылмай кетті. Ол біздің мақтауымызға зәру емес, мақтауымыз түгіл, жоқтауымызды да керек қылмады депті. Осы сөз санама салмақ болып артылды. Содан кейін маған қазақтың ақыны Төлеген Айбергеновтың мына бір шумағы бірден ойыма оралды. Өле берсін күншілдер күйігінде, өз ғасырым өзімнің иінімде, ақ жаңбырлар тоздырған тау сияқты, мен өлемін өзімнің биігімде дейді. Өр кеудесін ешкімге бастырмай, өзінің биігінде өмірден өткен, және ол биігі жылдар өткен сайын асқақтай беретін бірегей тұлғаның бірі ғой Мұхаң. Ау асқар таулар алыстаған сайын биіктей береді дейді ғой. Сол марқұм Мұхаңның жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Енді өлді деуге болама, өлмей тұрып, өшпейтігін артында із қалдырса дейді. Қандай із қалдырды? Алтын Орданың точкасын қойды Мұхтар Мағауин ағамыз. Дұрыс айтасыз. Айтайын дегенім міне. Кейде енді адам асып-сасып бірді айтып бірге кетеміз. Өлді деуге болама, айтыңдаршы, өлмейтігін артында із қалдырған дейді ғой. Міне Мұхтар Мағауин Алтын Орда деген жаңа кітабын жарыққа шығарып барып, жарық дүниеден озды дедім ғой. Бұл мен не қылатын, міне Алтын Орда ұлысының дейді, қазақ жұртына арналған толымды тарихы тәмам болды дейді. Сол Алтын Орданың қазығы қағылғаннан бастап, мына дүние жүзіне әйгілі үлкен хандық болды, орда болды ғой. Міне сол орданың арғы бергі тарихы бұл жылқының ішек қарнындай қатпары көп, тамыры терең, қалың тарих бұл. Қазақтың бір қадірлі ақыны Қадыр Мырзалы айтады ғой, кезінде жазған, мектепте оқып жүріп оқыппыз осыны. Менің бабам күйдірген қыр аптабы, менің бабам күйдірген қыр аптабы, көшіп қонып ұрпағы тұрақтады, біздің тарих, ол да бір қалың тарих, оқулығы жұп-жұқа бірақтағы дейді. Біз мектепте жүргенде, кеше кеңестік кезеңде, биттің жаңағы пышақтың қырындай, биттің қабырындай ғана кітап болатын. Қазақстанның тарихын біз әшейін там тұмдап қана оқыдық. Ал енді қазақтың, осы бүгінгі қазақтың кешегі өзінің Алтын Ордасы, біз заңды мұрагері болып қалғанбыз ғой Алтын Орданың. Сол Алтын Орданың арғы бергі тарихы осы кітапта жазылған. Біз бұған сабақ дейіне сәтімен арнайы тоқтаймыз. Орайы келгенде арнайы тоқталамыз. Бүгін біз алдағы уақытта, бүгін не істейтінімізді айтайық. Не істейміз, не істейміз. Соны пысықтап алғанымыз жақсы. Бүгінгі біздің әңгімемізге өзек болатын, тақырыбымызға тамызық болатын, бұл өзбек әлінің тұлғасы. Тұлға дегеннен шығады, біз қолдан Құдай, немесе ойдан әулие жасайын деп отырған жоқпыз. Біз болған адамның өмірде, және оның болмысы өлмей, әлі алдағы ұрпаққа дейін сәулесін шашып тұратын тұлғалардың мына отбасы хрестоматиясынан шыққан құнды кітаптарды оқырмандарға там-тұмдап түсіндіреміз. Ең өзекті жерлеріне тоқталамыз. Риза болғаным фактімен жазған ғой. Нақты факты. Факты, иә. Құдай қаласа арнайы тоқтаймыз, бірақтан толықтай кітапты айтпаймыз, құрметті ағайындар. Біз тоқталамыз да, ішінен қызық жерлерін, жақсы жерлерін аламыз. Арман қарай бұдан да жақсы жерлерін сіздер өздеріңіз оқисыздар. Құдай қаласа бұл кіріспе тек қана. Айтпақшы, жаңа әлеуметтік желідегі Мұхамеджанның жазбасын тілге тиек еттік қой. Әлі есімде 89-шы немесе 90-шы жыл болуы мүмкін. Мынау түгінен тартсам майы шығатын киелі Түлкібастың жердің бір жұмағындай өлке ғой. Сонда Бауыржан Момышұлының мерейтойлық үлкен жиынына арналған ақындар айтыс өтті. Сол кезде әлі қазақтың қаршадай баласы қаршығадай сахнада саңқылдап, самұрықтай самғаған осы Мұхамеджан Тазабеков еді. Сол кезде әлі есімде былай деп айтқан еді. Жүрсін ағам жүргізіп отыр айтысты. Сонда қарсылас кім екені есімде жоқ, бірақ Мұхамеджан мына сөз қатты есімде қалыпты. Бұл шумақтың 3-4 қатары ғой. Балды да татып көрген тамаша ғой, ал асасаң жүректі айынтады дейді. Қазақ айтады ғой, балды аз жесең ем, көп жесең у. Сондықтан сонда жаңа балды сол жаңағы Мұхамеджанның айтқандай біз мынаны сол бал сияқты аз ғана дәмдадамыз. Бал көп жесең жүрекке тиеді ғой. Сондықтан біз мына Өзбекәлі және Мәдени Майдан Санжар Керімбай осы жазған. Санжар Керімбай мырза мен қасында мінекей соавтор дейміз ғой, бірлескен авторлар Нәби мырза. Міне осылардың жазғанын біз ең мына басының құйқасы, өлеңнің ұйқасы сияқты ғой, ең мәнді, ең дәмді жерінен
қызықтыру үшін қазақтың қазысы сияқты әркім сүйген жерін кесіп жейді ғой. Қазақтың қазысы сияқты кертіп беріп айтамыз, қалғанын патша көңілді көрермен, ойлы оқырман өзі оқысын. Бұлардың барлығы жастанып жатып оқитын және зердемізге тоқитын құнды кітаптар. Құнды кітап. Енді Мұқағали атамыз айтпақшы, шаңғы басқан архивтерден табыламыз деп, тек архивкен о сөреуде қалып кетпесін кітаптар. Оқиық, құрметті ағайындар. Иә, жаңа мына Алтын Орданы жазған Мұхтар Мағауинді өзі бұл ғалымдық жолмен басталған ең бірінші еңбегі. Бұның ғалымдықтың қилы тағдырын басынан тартқан, талай тауқыметті көрген тұлға. Шаң басқан архивтерді жаңа өзің айтқандай ақтарып отырып талай тың тарихи деректерді тапқан тұлға. Бірақ жасыратын жоқ, сол кезде қоршаған қоғамнан талай қарсы пікір естіп, сынға ұшырап, талай тосқауылдарға тап болған азамат. Содан кейін ғой жаңа айтып отырғам, өле берсін күншілдер күйігінде деп. Айтайын дегенім, мінекей, сол сияқты мынау бұл Өзбекәлі және мәдени майдан да, Қаныш және мәдени майдан да бұл аспаннан алып біреудің ой қиялынан жазылған емес. Бұл мына Санжар Керімбай мырзалар шаң басқан архивтерді ақтарып отырып, кәдімгі елеп, екшеп, іріктеп, сұрыптап, тіпті ішінде мұны қарасаңыздар, сол бір жылдары қабылданған орталық комитеттің қаулы қарарларына дейін шегелеп жазып, нақты дәлел дәйектермен жазған ғой. Өте дұрыс айтасыз. Фактімен жазылған. Енді келесі Құдай қаласа бағдарламамыз Өзбекәлі атамызға арналады, Алла бұйыртса. Оны көре жатарсыздар, Алла бұйыртса. Одан кейін мына кезек Қанышқа келеді. Қаныш атамызға Одан кейін айтайын дегеніміз, айналайын ағайын, қазір шынын айтқанда сананы тұрмыс билеген заманда бәріміз шынын айтқанда біздің тапқанымыз, көп адамның тапқаны тамақтан артылмайтын заман болды. Күндегі күйбең тіршілікпен ит мініп ирек қамшылап жүрген қазақ қазір қарасаң. Бірақ бізге айналайын ағайын-ау, рухани азық және қазақы қазына керек. Сан ғасырдан бері жалғасып келе жатқан салт дәстүріміз, әдет ғұрпымыз бірте-бірте мынау жаһандану үрдісіне жұтылып бара жатыр. Мысалы, жаңа ұялы телефон қанша? 12-ші мүшеміз, 13-ші мүшеміз болып қалды дейсіз. Шынын айтқанда осы телефонға телмірген жастар қазір кітапқа көзінің қырында салмайтын болды көбісі. Салмаймыз өзіміз, бірақ, ой, Құдайға шүкір біз оқимыз деп қарсы пікір айтатын жастар болса мен қайта қуанам. Шынында да оқысын. Бірақ жоқ та емес, Құдайға шүкір, бар оқитын жаңағы. Мына тыңдап отырған бауырларыма да мың алғыс. Себебі қазақ айтады, мынау шәкірт зейінді болса, ұстаз пейілді болады дейді. Былай да айтады, тыңдарман жақсы болса, айтушы дана болады. Жоқ, тыңдаушы құлықты болса, сөйлеуші шешен келеді дейді. Енді әңгіме болсын. Мен кішкентай баламын. Нұрмұхамед, сен қаншадасың жасың? 6-дасың ба? Мен осы бір 5-6 жасымда 3 қыздың ортасында өскен жалғыз баламын. Ойландым, мен қазір баламын деймін де. Енді бірте-бірте жасөспірім боламын. Еспіліп етек жабым кәдімгі. 6 жасыңызда ойлап отырсыз? 6 жасымда айтамын да, ауылда жүрмін ғой енді. Алақандай ауылда өстік. Жаңа айттым ғой, қалың қазақтың қаймағы тұнған кәдімгі мынау Бәйдібектің жайлауы, Қостыраның қойнауы, Боралдайдың бойлауы деп ылғи айтамын ғой. Сонда жүргенде үйде бір өзім жаңағы малды жайғап, малағын шығарып жүрген кезде ойланып отырам. Ертең есейем, жігіт болам. Мұрты тебіндеген бозбала болам. Одан кейін жігіт ағасы болам, ел ағасы болам. Алла нәсіп етсе деймін де. Алла қаласа, Құдай қаласа ертең бір қазына қария болуымыз керек қой. Қариялыққадан жалпы адамның баласы ажалға дайындалуы керек сияқты, мына қазыналы қариялыққа да дайындық керек. Қазақ айтады, жақсы адам қартайса, қазына болады. Жаман адам қартайса, қазымыр болады дейді. Ал сол ертең осы аузы дуалы ақсақал болып, балаларға арқасынан қағып, басынан сипап бата беретін қариялыққа да дайындалу керек. Біздің бұл адами борышымыз. Осы кезде мен шәкәрімнің мына бір сөзін айтқым келеді. Ақылдың кені, ақынның алыбы, Абай Құнанбаевтың шәкірті шәкәрім, ағайыны өзінің. Сол шәкәрім Құдайберді ұлы айтыпты. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл. Ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен. Білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл дейді. Мақтанға салынба, мансаптың тағы үшін. Нәпсіңе билетпе, басыңның бағы үшін. Өміріңді сарп қыл өлгеніңше. Жобатап, жол көрсет, келешек қам үшін. Өмірге қайтып келмейміз ғой. Шәкәрім айтады, қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, барыңды, нәріңді тірлікте бергейсің.
ғибрат аларлық артыңда із қалдыр, шын бақыт осынық, мәңгілік өлмейсің дейді. Сол кезде айтқымның келгені, бала кезде ертең өлеміз ғой дедім да енді. Өлеміз. Өлімнен бала кезде қорқатынбыз. Сөйген, өлемде қаламын. Сен жоқсың, бүгін барсың, ертең жоқсың. Ал мынау диірменнің тасындай шыр айналған өмір сенсіз өте береді. Бірақ мен жоқпын ғой дедім. Жоқпын ғой дегенді ойлаған кезде денем дір ете қалатында, жүрегім аузыма тығылып қорқатынмын. Бірақ енді осы қорқынышты, ішкі үрейді жеңу керек қой. Ал мақұл, өлетін хақ. Алла қандай хақ болса, ажал да сондай хақ. Сондықтан өлмеу үшін не істеу керек? Онда өлмейтін артыңда бір із қалдыру керек. Өшпейтін із қалдыру керек. Өлмейтін бір мұра қалдыру керек. Қазақ айтады ғой, ата даңқымен сөз өтеді, мата даңқымен бөз өтеді дейді. Ертең айналайын, бұның әкесі дейді, ертең менің балам. Мен өмірден кеттім дедік. Бәрімізге солай пешенемізге жазылған. Ананың алтын құрсағында жатқанда адамның өмірі, өлімі, бағы, соры, жақсылығы, жамандығы, көрешегі сол ананың алтын құрсағында жатқанда пешенеге жазылады екен. Бұл енді біздің бала кездегі түйсіктен қалыптасқан бұл қағида. Енді сол өмірден өткеннен кейін айналайын, бұның әкесі жақсы еді дейді. Сен мақұл 100 жаса, Алла бәрімізге ұзақ ғұмыр берсін, бірақ саналы ғибратты ғұмыр берсін. Өмірден өткеннен кейін сенің балаң айтады ғой, сен балаң ертең қазына қария болса да, бұның әкесі осындай еді. Кешегі ана Бұхар жырау айтпақшы, таудан аққан тасбұлақ, тасыса құяр теңізге, мыңғырған малы болса да, бай қуанар егізге. Төбелден қасқа туса да, қасқадан басқа туса да, тартпай қоймас негізге деген. Бұның негізі жақсы еді. Әкесі осындай көзі ашық, көкірегі ояу тұлға еді деп айтса, сен балаңмен бірге атың жасап жатыр ғой. Ең бірінші миссиясы сол ғой. Иә, сен балаңмен бірге сенің атың жаңғырып, ғұмырың жалғасып жатыр ғой. Ертеңін балаң сенен алған тәрбиені баласына береді. Осы балалар ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Осындай құймақ-құлақ балалар қасымызда отырсын деп, әдейі жинап отырсын. Кішкентай кезден осындай балалардың санасына сіңіре беру керек. Бұлар губка сияқты ғой. Мына тұтқыр сүзгі дейді қазақша. Бұлар бәрін қабылдайды. Сондықтан кішкентай кезде жаңа айттым ғой, әлди кезінен, сәби кезінен бесікте жатқан балдай тәтті балдырғанның өзіне мынаны оқи берсеңіз, ол бейсаналы түрде баланың таспасына жазыла береді. Ал ол жазылған дүние жоғалып кетпейді. Философтардың өзі айтады ғой, бар нәрсе жаңағы жоқтан бар болмайды, бар нәрсе жоғалмайды дейді. Ол бар нәрсе баланың санасында. Ол да бір күні мына кітаптарда айтылғандай жанартау болып жарылып шығады. Бұл рухани жарылыс оның ертеңгі өміріне өзек болады, және оның ғұмырындағы жемісі болады. Ал сол ғұмырындағы жемісінің кеніші біздің ұлттық құндылықта, қазақтың болмыс бітімінде. Сондықтан біздің қазақтың жадын жаңғырту керек. Себебі біз өзіміздің ұлттық тамырымыздан нәр алудың орнына біз бірте-бірте алшақтап, мына батыстың бағытына қарай ойысып бара жатқанымызды байқайсыздар ма? Қатты ойысып бар, қатты. Мысалы, Қайсар айтшы, осы мына телефонның өзі әр нәрсенің қайыры бар дейді ғой. Иә, бұның пайдасы ұшан теңіз, бірақ бұның зияны да шаш етектен. Осы көзін тырнап ашқаннан көгендегі қозыдай қазақтың қарагөз балалары осыған жабысады да қалады ғой, телефонға телміреді де қалады. Ал бұл бүгінде Қазақстан ғана емес, жер жаһан бүкіл әлемдегі ең үлкен проблемаға айналды. Бұл цифрлық аутизмге әкеліп соғады. Қазіргі балалардың тілінің шықпауы немесе кеш шығуы, ал шыққан күннің өзінде кемістікпен тілінде мүкіс, ана құлақта мүкіс дейді ғой, тілінде кеміс дейді. Дефектінің болуы де кемістің болуы. Осы міне телефонның арқасында. Толықтай келісем. Анау Мұхтар Шаханов атамыз айтады ғой, батыстың цивилизациясына еремдеп, канализациясына үсіп кетпеңдер деп. Дұрыс айтасың. Дөп айтқан, Бізді батысқа бармай тұрғанда, әуелі кеше кеңестік кезеңге келіп алайықшы. Біз патшалы Ресейге болған, патшалы Ресейдің боданында болған 300 жылды айтпай-ақ қояйық. Одан бері қарай кешегі ойраны шыққан одақ, кеңестік дәуір де бізге советтік идеологияны оқыды ғой, коммунистік рухта тәрбиелеу, патриоттық сезім дейді. Соның бәрі бізде тұр. Мысалы, қазір ар ождан кодексі деген бар мемлекеттік мекемелерде. Кешіріп қойыңыз, оның көп пункттері сол баяғы моральдық кодекстің көшірмесі сияқты көрінеді маған кейде.
сол моральдық кодексті оқып өсті. Сол кезде орыстанып кетті. Мысалы, жалпы тарихи деректерден білеміз. Сол кезде Қазақ ССР-ның астанасы Алматыда қазақша оқытатын бір мектеп-интернат пен қалада бір мектеп қана қалған ғой. Дінмұхамед Ахмедұлы Қонаев басқарып тұрған кезең бұл. Бұл бірте-бірте біздің тіліміз, жалпы тіл жойылса ұлт жойылады. Мысалы тіліміздің орыс... Сол үшін мынаны киіп алдым. Міне қазақша сөйле деп. Қазақ өзінің қағынан жерген құландай өзінің тілінен безіне бастады. Орысша сөйлеуді мәртебе көрді. Ал қазақ пен қазақ бір-бірімен қазақша сөйлесіп жатса, калбит деп, мынау атысталый, мамбет деп кәдімгі көзіңе шұқып айтатын. Біз студент кезде бұның соңғы бір шегін көріп қалдық негізі. Біз өзі қос ғасырдың куәсі сияқты болып отырмыз осы тұрғанда ше. Біз негізі кеңестер одағының кезінде мектепте оқыдық. Баяғы балдәуреніміз сол кезде өтті. Тәрбиемізде кеңестік идеология болды. 89 жылы 10-шы класс болып бітірген біз соңғы тұяқпыз. Болды 89-да. Ал бір несі 89 жылы бір бізге нәсіп болғаны 89 жылы қазақ тілі мемлекеттік тіл деп қабылданды. 89 жылы қабылданған. Сол кездегі қабылданған тіл жақсы еді. Кейін ғой оның қасына тораны қос ауыз мылтық құсатып, Сиам егізі сияқты жанына орыс тілі халықаралық қатынас тілі ретінде қазақ тілімен тең дәрежеде қолданылады деген пункт қосылды. Біздің қазақтың соры осы болды. Әңгіменің ашығы. Енді сол кездің 89 жылы мынау ұлан байтақ ұлы даламызға қазақтың сан ғасырлық салт дәстүрін жаңғыртатын әз Наурыз мейрамы қайта оралды. Соны оралтқан осы өзбек әлі. Оралтқан осы өзбек әлі. Дұрыс айтасыз, иә. Осы кісі болған ба бастауында? Ойбай, сен оқыған жоқсың ба? Ойбай, кезінде. Ертең біздің бағдарламамызда тыңдайтын болсаңдар, Серік аға, қорытындылайтын уақыт келді кіріспенің өзін. Уақыт біраз жерге бір қапты, 1 сағатқа жақындаппыз. Енді құрметті ағайындар, ол кіріспе болғаннан кейін, арнайы бір кітапқа кірмегеннен кейін, кішкене сіздердің миларыңызды ашып, созып жүрсек, айыпқа бұйырмаңыздар. Құдай қаласа келесі тақырып өзбек елі атамыз туралы болады. Бұл арнайы тек қана осы өзбек елі атамызбен айналысамыз. Одан кейін қанша атамызбен айналысамыз, Алла бұйыртса. Солай кете береді. Енді қазақтан Құдайға шүкір не бір ғұлама ғалымдары, данышпандары, ақындарымыз бар, Қадыр атамыз бар. Соның барлығын тоқтаймыз арнайы. Мына Мұхтар Мағауин атамыздың алтын ордасына арнайы тоқтаймыз. Дұрыс па? Иә. Одан кейін дұрыс айтасың, мынау айта кетейік. Шын айтқанда қазіргі қазақ қоғамының ғана емес, мына жұмыр жердегі жарғақ құлақты әрбір адамның ең басты, адамның және қоғамның басты проблемасы бейдауа дерті, бұл қуыс кеуде болып тұр. Қуыс кеуденің қарас, мынаның сыртындағы халық даналығы, кітаптың мұқабасына жазылған, үн болмаса, гүл болмаса, бұлбұл деген бір сұр құс, ар болмаса, ой болмаса, кеуде деген бір қуыс дейді. Ал осы қуысты толтыратын кез келді. Айналайын ағайын, кітапқа құмар болайық, көркем әдебиетке құштар болайық. Сонда біздің ұрпақтың сана сезімі, ой өрісі артады. Таным көкжиегі кеңейеді. Бұлай байқасаңыздар, біздікі бүгін бір ойбай бір жалаң ұран сияқты, бір жалған сөз сияқты көрінуі мүмкін. Бұл біздің бастапқы қадамымыз. Сондықтан мына бағана бісміллә деп бірінші Мұхтар Мағауиннен бастап мінекей өзбек әлі ағамызбен қаныш туралы әлі қанын тамызып, тілдің майын ағызып, әңгіме айтамыз дедік қой, айтайық деп. Ал енді мына өмірден өткен алаштың арыстары, сәл арырақ баратын болсақ, мына ұшқан құстың қанаты талып, шапқан тұлпардың тұяғы кетілетін ұлан байтақ ұлы даламызды ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен қорғаған бабаларымыз бақида жатыр ғой қазір. Одан кейін ел болайық, еңсемізді тіктейік деп еңіреп өткен алаштың арыстары кешегі. Біз оларға да сабақ тиме сәтімен кешегі анау баяғыда 3 арыс дедік, 3 бәйтерек дедік, ана Ілияс Сәкен Бейімбеттерді. Одан берірек келетін болсаңыз, қаншама Міржақып, Дулаттар, Әлихан Бөкейхан бастаған алаштың арыстандары бар ғой. Біз оларға да сабақ тиме сәтімен тоқталуымыз керек. Айтайын дегеніміз, мына өзбек әлінің өзі өмірден өтсе де, қанышта фәниден бақиға аттанса да, олардың болмысы тірі сияқты біздің санамызға сәулесін төгіп тұрады. Осы орайда біз сөзімізді мынандай, мынау пайымы терең, парасаты биік, орта бізді тыңдайды деп ойлаймын. Сондықтан осыған құштар адамның құлағына жағатын бір әңгіме айтайын. Мынау
құлағына жаққанды кереңде істейді депті атам қазақ. Сондықтан айтайын дегенім, осылардың бәрі өмірден өткен, бірақ бұлар өлмейтін тұлғалар. Неге десеңіз, сәл арырақ барамын. Қазақ хандығының қазығын қаққан әйгілі әмірші Әз Жәнібектің келелі кеңес құратын, ақыл айтып тұратын 60 биі болған екен. Бір жолы хан барлық билерінің басын қосып, дүниеде не өлмейді деп сұрапты. Сонда ақылман 60 биі кеңесе келе бір ауыздан былай депті: ағын су, асқар тау өлмейді, аспанда ай мен күн, әлемде қара жер өлмейді депті. Сонда қабағы қату ханның қасында отырған от ауызды орақ тілді кемел ойлы кемеңгер жиренше шешен бәріне қарсы шығыпты да былай деп жауап қайтарыпты: ағын судың өлгені 6 ай қыста қатқаны, асқар таудың өлгені басын бұлттың жапқаны, ай мен күннің өлгені еңкейіп барып батқаны, қара жердің өлгені қарасында жатқаны, ажал деген атқан оқ бір Алланың қақпаны, дүниеде не өлмейді, ғалымның хаты өлмейді, жақсының аты өлмейді деген екен. Ендеше айналайын ағайын, ұлтымыздың ұлы тұлғаларын ұлықтап, солардың ғибратты ғұмыры мен өнегелі өмірін өзімізден кейінгі ұрпаққа, кітапқа құмар, әдебиетке құштар ортаға үлгі ететін бастама біздің осы хабарымыз. Сондықтан осы жақсы бастама жалғасын табады деп сенеміз. Енді дастарханның басында отырмыз, көріп отырсыз. Сондықтан да өзі қазақтың жаңағы айтасыз ғой өзіңіздің сөзіңіздің арасында. Еншісі бөлінбейтін. Иә. Жаңа кірген кезде өзім шынымды айтайын, көзіме оттай басылды. Кірсең мінекей қазаны қайнап тұр, дастарханы жайнап тұр, самауыры екі иіннен дем алып тұр, айналайын шырағы жанып тұр. Енді шырағы жанып тұрса, біз қалай ағып тұрмаймыз? Әдем әңгіменің бастамасы жақсы болсын дедік. Айтайын дегеніміз, мұқым мұсылманның иісі қазақтың бөлінбейтін еншісі дастарханы. Талай жаудың да даудың да мәселесі дастарханның басында шешілген қазақта. Сондықтан мынау дастарханың даладай, көңілің адал баладай боп басымызды қосқан өзіңе дәурен мыңда бір рахмет. Алдағы уақытта осы бастамамыз аяқсыз қалмасын. Ал қаншама қазақтың ғұлама ғалымдарын, бір туар дарындарын, бірегей тұлғаларын атап айттық қой бәрін. Сол фәниден бақиға озған марқұмдардың рухына құран бағыштайық. Дұрыс айтасыз. Әсіресе мынау кеше ғана өмірден өткен атамыз сонау Америкада жатқан жаңағы жоқтауды да қажет етпей жатыр деп, мақтауды да қажет етпей жатыр деп. Мұхтар атамызға арнап бір құран оқып жіберейік. Бас дайын болыпты, бас пісіпті. Ал бісміллә, әумин деп басқа бата беріңіз. Мұхтар Мағауин атамыздың әруағы шат-шадыман болсын. Алла алдына жазылсын. Мұханұлы Мағауин ағамыз ғана емес, жалпы мынау ұлтымыздың тұтастығын, еліміздің амандығын тілеп өткен, аттың жалы атанның қолында жүрген баяғы баһадүр батыр бабаларымыз бен даналарымыз, алаштың арыстары, қазақтың барыстарының бақиғаттанған марқұмдардың рухына бағыштайық. Оның бәрін жетем алмадыңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құдай берсін, кем қылмасын, не тілесек тілеуімізді берсін. От айнала бас берсін, қора толы мал берсін. Басымызға амандық, асымызға адалдық, денімізге саулық берсін. Күндеріміз жарық, түндеріміз тыныш болсын. Әр қазақтың үйіне ырыс қонсын. Әумин. Шеберлігі шексіз Құдай аспан, жердің, жолдың мың бір қауіп қатерінен сақтап, еліміз есен, алашымыз аман, қой үстіне құс қонған заман болсын. Әумин. Әумин. Аллаху акбар.